Қазіргі көкпар деген көкпар болмай кетті. Қазіргі мысалы өзімізде ең көкпардың қызығы мына командный көкпар болып отыр. Командный көкпарда бәрі тәртіппен, бәрі ережемен жақсы өтеді. Мына жаппай көкпарымыз бұл дүние тауы жол болып кетті. Мына намыс дегенді қойды бәрі. Қазір көкпарды бір адам шаппайтын болды. Мен бір өзім, жалғыз өзім кете беретін. Мен мысалы көкпарға, союзға бармай тұр, көкпарға жарысқа, көкпарға, жаппай көкпарларға шығып жүрген кезінде мотоциклім бар еді, соны мінетінде қай жерде көкпар болса сояққа барып шаба беретін. Қазір ондай жоқ. Шабу үшін екі адам болу керек. Біреу алдыңғысы дейді, жаңағы бірінші атта, екінші атта екі краны дейді, оның артында алып беріп тұратын, сонысы болу керек. Сонан соларды көремін, қазір мен қарным ашып көкпарға көңілім тоймайды. Соны көп жерде айтып жүрмін, осылай жігіттер, ата-бабамыздың шапқан ұлттық ойыны көкпарымызды осыны мафия араластырмайық та, бұны